Мен қазір сіздерге осы гүлдерге қосатын осы қоспалар, яғни тыңайтқыштар туралы айтқым келіп отыр. Мысалға, мынау карнивинді алатын болсақ, бұл карнивин гүлдерді еккенде тамырына сеуіп ексек, ол гүлдердің тез тамырланып кетуіне, жақсы өсуіне көмектеседі. Мына жерде қарап отырсаңыздар, стимулятор корнеобразования у черенков рассады луковиц дейді. Сонда біз гүлдердің өскіндерде отырғызғанда тез тамырланып кетуіне осы карнивиннің көмегі өте жақсы екен. Ал енді цирконға келетін болсақ, бұл цирконды өздеріңіз жақсы білесіздер. Гүлдердің стресске, күйзеліске түскен уақытта біз осы цирконды пайдаланатын едік, бір өзін ғана. Енді қазір біз бұл цирконды басқа мынандай монокалий фосфатпен, янтаринмен, аммиакпен, гумий кузнецовымен, янтарь қышқылымен, осындай қоспалармен қосып, екі қоспамен гүлдерімізді суаратын болсақ, өте жақсы нәтиже алатын боламыз.